1969-1970 жылдары барлық елдердің ақпарат құралдары жарыса жазған әлемдік деңгейдегі үлкен сенсация болды. Ол есік қорғанынан алтын адамның табылуы. Ерте темір дәуіріне тән сол алтын адамның бір көшірмесі Түркістан қаласындағы Ұлы Дала елі музейіне қойылған. Ендеше алтын адам туралы қызықты мәліметтерге бірге қанығайық. Алтын киімді ханзаданың сүйегімен бірге 4800 алтын бұйым, болаттан соғылған қанжар, алтын және күмістен жасалған ыдыстар табылды. Бұл бұрын соңды табылған қорғандар ішіндегі Мысыр перғауыны Тутанхамон қабірінен кейінгі ең көп алтын әшекей. Ханзаданың мойнында дөңгелек жүзік сияқты алтын алқа, көкірегінің тұсы жеңі алтын тоғалармен өрнектелген. Саусағында 2 алтын жүзік, камзолы құрастырмалы ауыр белбеумен буылған. Белбеуде барыс, бұлан, жылқы, арқар бейнелермен 16 тоға жапсырылған. Оң жағында қызыл қанапты ұзын семсер, сол жағында алтын салынған ақинақ, шалбар балағы да алтын тоғалармен әшекейленген. Алтын адамның оң қолында күн құдайы Митра бейнеленген алтын сақина бар. Бұл алтын адамның бір ерекшелігі бас киімінде. Бас киімнің өзі 70 сантиметрді құрайды. Бас киімнің жоғары жағында 4 жебе бейнеленген, бұл әлемнің 4 бұрышын бейнелейді. Сонымен қатар 2 мүйізді пырақ біздің елтаңбамызда орналасқан бір элемент. Бұндай бағалы әрі қымбат бас киімдерді сол заманда ел билеушілердің әулетінен шыққан ханзадалар таққан. Қазақ жерінде табылған алтын адамға тең түсер жәдігер тек оңтүстік Украина жерінен табылыпты. Оның да сауыт саймандарының 80% алтыннан құйылған және біздің заманымызға тоналмай жеткен. Сән салтанатпен жерленген сақ жауынгері қалай қайтыс болды деген саңды сұрақ туындауы мүмкін. Ғалымдар жауынгердің арқа тұсынан қанжардың немесе қылыштың ізін байқаған. Алтын киімді ханзаданың моласын ашқанда бас сүйегі де бірге болған. Бірақ белгісіз себептермен тақ мұрагерінің бас сүйегі жоғалып кеткен. Сақ ханзадасының алтын сауыты 1973 жылы Мәскеуде, 1974 жылы Лейпцигте, 1975 жылы Каирде, 1976 жылы Дамаск қаласында өткен халықаралық көрмеге қойылып, әлем назарын өзіне аударып жатқанда, оның иесінің бассыз сүйегі Алматыдағы сот сараптама жасайтын мекеменің жертөлесінде қараусыз жатқан. Қазір сүйектің бассыз бөлігі алтын адам мұражайының сирек кездесетін құжаттар бөлімінде сақтаулы тұр.